Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге осындай дизайндағы тек қана қошқар мүйізден құралған көрпе дизайны бойынша мастер-классты бастаймыз. Бұны сіздерге қалай тігілу керек, матаға қалай ойылу керек деген сияқты барлығын көрсетпес бұрын осылай сызба түрінде көрсетіп, қайсысын қалай қосу керек, қайсынан қандай размерде қию керек деген сияқты барлығын алдын ала түсіндіріп, сызба ретінде көрсетіп кетейін. Алла қаласа келесі сабақтарда іс жүзінде жүзеге асырамыз. Сонымен бастайық. Бізде бұл көрпенің жалпы мынау ені бізде 75-80 см болып шығады да. Ал мынау ұзындығы бойынша 2-20, 2-30 см шығады. Енді бұл көрпені бізге тігу үшін не керек, соны бастайық. Ең бірінші бізде қиып алатынымыз осындай 38-38 см-дан ою қиып аламыз. Оның ішіндегі сыртқы рамкасы 38 болады да, сыртқы рамкасы 38 болады. Ал ішіндегі оюы 32-32 см. Және де оны екіге бөліп қоямыз диагоналінен. Тура осындайдан бізге 3 дана керек болады. Мынау ортасындағы 3 дана. Қояйын жақында 3 дана керек болады. Және де мынандай 40-40 см осылайынан 4 бұрышты кесіп аламыз да. Оның ішіне тура сол 32-лік оюды екіге бөліп қойып, оны және де диагоналінен бөлеміз. Ол бізде 2-3 бұрышты мынау екі шетіне кетеді көрпенің. Және де бізге мынандай 4 бұрышты көк түсті матадан және де 3 бұрыштылар керек болады. Қазір барлығын есептейміз. Және де рамка керек болады. Бізде рамкадан ені 14 см және де ұзындығы 3 метр қылдырып, қиып алу керек болады. Бұл бізде ең бірінші атқарылатын матамызды алып келгеннен кейін мынандай бөлшектерге бөлмес бұрын дайындап алатын нәрсе. Өйткені біз мысалы тұтас матамызды алып келіп оны қиып тастасақ, сосын рамкамыз бізге тұтас шығу керек, ұзын болып, соны шығара алмай қалуымыз мүмкін. Енді рамкамызды қиып алдық деп есептейік. Матаңызды алып келдіңіз, иә. Рамкамызды қиып алдық деп есептейік. Мынау бізде екеу, мысалы ұзындығы 3 метр және де ені 14-тен екеу қиып алдық, оны қойып қойдық. Енді бізге керегі мынандай оюдан, тура осындай оюдан 38 сырты, ішіндегі оюы 32, үшеу керек болады. Біреу, екеу, үшеу, иә. Үшеуін қиып алдық деп есептейік, міне. Дайындап қойдық біз. Қазір қалап қойайық. Біреу, екеу, үшеуін дайындап қойдық. Және де 40-40 матаны міне. Жақындап көрсетейін, міне былайынан тұрады бұл бізде. Осылай тұрады да. Осылай 40-40 мата ғой, соның бәріне қиямыз. Және де міне оның матаны екіге диагоналынан бөлеміз. Және де бір шетінен бір ою, екінші шетінен бір ою қиямыз. Осылай бізде жалпы бір квадраттан екі ою бірден шығарамыз. Осы 4-еу керек болады мінекей. Және де бізге осыларға астар керек болады. Ол астарлар бізде мынау 38 сантиметрлік, 38 квадрат біреу, міне екеу, және де үшеу. Мыналардың үштерін қоямыз, және де 3 бұрыш керек болады. Ол 3 бұрыш бізде 40-40 сантиметр матаны аламыз да, мінекей мынау сияқты. Оны біз диагоналынан бөліп екіге бөлеміз міне. Бөліп қойайын, міне. Екіге бөліп аламыз. Осылайынан екіге бөліп аламыз. Осындайдан бізге жалпы 4-еу, 5-еу керек болады. Мінекей, қазір дайындап алайық бірден. Біреу, екеу, үшеу, 4-еу, және де 5-еу дедік. Мына бізде оюларымыз, мынау рамкаларымыз дайын, мынау астарлары маталардың. Енді осыған оюларымызды бөліп бастайық. Қараңыздар, бізде мынау ою, иә, міне жалпы осындай ою болып тұрады. Оны біз екіге бөлеміз. Іші сырты қылдырып. Міне мынау бізде сырты рамкасымен міне. Және де ішіндегі оюы екіге бөлінген. Екіге бөлінген оюы. Енді міне 38-38-ді алып, мынаның үстіне барамыз. Жабыстырып жатырмыз қазір. Жабыстырдық. Сол кезде бізде ақ түсті матаның үстінде көк түсті ою тұрған сияқты болып тұрады. Осыны жасап алдық. Енді оны қоямыз да. Жерге апарып қойып қоямыз. Бізде біреу дайын. Тура осылайынан біз мынаның барлығын дайындаймыз. Сол кезде бізде осындайдан жалпы үшеу болып шығады. Біреу, екеу, үшеу, иә. Мыналарды үшке салайын қазір бізге керек емес. Енді үшеу дайын бізде мінекей. Енді бізге мынау ішінен шыққан ою бар ғой. Осы ішінен шыққан оюымызды мынау үшбұрыштылардың үстіне орналастырамыз. Бізде міне бұндайдан үш сырты болды. Үш сыртынан бізде үші шығу керек. Бірінші мынау болады, екінші мынау, және үшінші мынау, иә міне. Енді бізде жалпы мында нешеу бар? Барлығын жерге қойып, мынаған орналастырамыз, мынаған орналастырамыз. Так, біреу, екеу, үшеу, 4-еу. 4-еу. Біреу, екеу, үшеу, 4-еу, және де мынау екеу қазір маған қоятын боламыз. Бұйғара қойып қояйық. Бізге мынау үшеу, мынаған тиесілі, және де мынау бізде мынау екеу мынаған тиесілі болады. Бұны орналастыру үшін жай ғана былай алып барамыз да,
сосын практика жүзінде көрсетемін. Мына жерде арнайы бір барлық жерде бірдей болып түсетіндей қашықтықты қалдыру керек. 2,5 сантиметр, 3 сантиметр болады ма сондай қылдырып. Міне біреу, мынаны апарып тастадық. Міне екіншісін мынаны орналастырамыз. Осылай орналастырып тігіп шығамыз. Мынаны тігеміз дедік. Және де мынаны мында тігеміз. Жабыстырамыз да бірінші. Және де тігіп шығамыз. Бізде жалпы дайын болды бұларымыз. Мына жерге қойып қояйық қатарына, қараңыздар. Мынаның ішіне шыққан оюлар. Мынау сырты, мынау іші, және де мынау сырты, мынау іші болды. Осы үшеуі бір-біріне бар. Енді бізде 4-ші квадратымыз бар ғой, ақ түстен ойылған. Оның сырты 40-та 40 бізде, және де ішіндегі оюы 32-де 32. Бұны біз сырттарын тура жаңағыдай орналастырамыз. Міне әкелеміз ішіндегі оюларды. Осылай қойып қоямыз. Және де мынау сырты бар, яғни осы сыртын да біз екіге бөліп, тура осы төртбұрыштың үстіне жабыстырамыз. Көрдіңіздер ме, сол кезде бізде ақ түсті матаның үстіне көк ою жабыстырылған сияқты, бірақ біз негізінен оюды ақ матадан ойып, оны көк түсті матаның үстіне қойып отырмыз бұл жерде. Қойып қойдық. Бізде жалпы барлық детальдарымыз қазір дайын болды. Реттеп қояйық. Сіздерде тура осылайынан бүкіл детальдарыңызды дайындап алу керексіздер. Содан кейін барып құрақ көрпемізді құрастырып кірісеміз. Енді біз дайын. Енді не істейміз? Енді бізге осыны оюларын бірінші құрастырып алуымыз керек. Ол үшін мінекей, қараңыздар, бізге қазір барлығымен тік-тік деп есептейік, барлығы бізде біріктіріліп тұр. Енді осыны столдың үстіне әдемілеп қойып қою керексіздер. Сіздер қайсысын қайда қосу керек екенін біліп тұру керексіздер. Мынаны қоямыз. Сосын бізге көрпе болғаннан кейін осылай қиғашынан түседі ғой, міне. Қойдық қиғашынан, қойдық бұны. Мынаны да қоямыз қиғашынан. Және де міне үшіншісін қоямыз қой. Міндетті түрде бұны тігіп алу керексіздер, біріктіріп. Қиғашынан қойдық. Үшеуі тұр, иә. Осылайынан қойып алдық. Енді бізге бұның мына жерге келетін үшбұрыштарды біріктіріп алуымыз керек, қойып алуымыз керек. Және де мынаны ұмытып кетпейміз қоюды. Қазір мен біреуі мына жақ шетке кетеді, және екінші жақ шетіне кетеді. Қазір бөліп алайын бойына. Мынаны бір біріктірейік та. Бұл бізде дайын болды, мына көріп жүресің. Мына екеуі ғой, түсіндіңіздер, иә? Так, міне, бұл бізде мына жаққа қарап тұрады біреуі, мінекей. Және екінші мына жақ шетінде тұрады. Міне, жалпы көрінісі дайын. Енді үш бұрыштарымызды шеттеріне қою керекпіз, иә? Қазір соларды қойып шығайық. Барлығы бізде біріккен болу керек міндетті түрде. Міне қараңыздар, бұларды да біз бұрамыз бірінші. Бүріп алып келемізде, біріншісін мына жерге қоямыз. Сіз ең бірінші осылай қойып шығасыз. Сіз ештеңе біріктірмейсіз, тек қана осылайынан жалпы көрінісін қойып алу керекпіз. Бізге жалпы барлығы 8 штук керек еді. 8 штукты қазір қойып жатырмыз. Мынаға деген сияқты орнына қойып шығамыз барлығын. Қалай тұр, солай қойып аламыз маталарымыз. Осылайынан бірінші столдың үстіне қойып құрастырып алуымыз керек. Қайсысын қайда жалғайтынымызды біліп. Міне, қойып шықтық барлығын. Енді ғана біз бір-біріне сәйкестендіре отырып тігуді бастаймыз осы тұрған бетінде. Бірінші мынау шетінен бастаймыз. Осы шетіндегі екеуін бөліп аламыз жеке. Бізде бұл екеуі де қабырғалары 40-та 40 сантиметр. Екеуі бір-біріне тура сәйкес келеді. Бізге ең бастысы мына жер сәйкес келу керек мінекей. Осы жерді бастап сәйкестендіріп тігемізді мына жаққа дейін алып тігіп шығамыз. Бұл бізде екеуі бірікті. Екеуін біріктіріп қоямыз. Өтке бізде бірікті. Енді келесі кезекте мына полосканы аламыз, үшеуін аламыз полосканы. Оны біріктіру үшін бірінші ортасындағы төрт бұрышке мынау бір жағындағы үш бұрышты қосамыз. Бізге қосқан кезде қараңыздар, міне осы жердегі ең ескертіп кететін жағдай, бізден ортасындағы ой 38, ал мынау шетіндегі 40 сантиметр. Бұның міндетті түрде мынау ұшы бізде артық қалады. Ол артық қалу міндетті түрде қалу керек, әйтпесе сіздің бұрыштарыңыз дұрыс шықпайды. Сондықтан осы артық болғандықтан бізде бірінші
90 градустық қырлары бар ғой, соларды біріктіріп аламыз бірінші. Соларды біріктіреміз, екеуі бірдей дәрежеде тұру керек. Және тігіп бастағанда осыдан бастап былай қарай тігеміз. Сол кезде бізде мына жақ кішкентай құйрықша қалып қояды. Ол бізде тұру керек, солай болу керек. Және де екінші бұны біріктірдік деп есептейік. Бұны біріктірдік деп есептейік. Және де бұны біріктіргеннен кейін алып мына үшбұрышты осыған қосамыз. Мұны да қосқан кезде енді мынау 90 градустық бұрыштарынан бастап тігеміз. Мына екеуін біріктірдік, екеуі бір сызық бойында жату керек. Және де былай қарай тігеміз керісінше. Сол кезде бізде тігіс бір-біріне бірігіп кетеді ғой, тұтас. Сол кезде тігіс бізде мына жеріне түседі. Ол бізде мынау артқы құйрықшасы қалып қояды. Ол қалу керек солайны. Түсіндіңіздер ғой, иә? Мен пока түсінікті деп ойлаймын. Енді практика жүзінде оны тағы да көрсеткен кезде өте түсінікті болады сіздерге. Жалпы міне үшеуін біріктірдік. Иә? Мына қатарды, және де мына қатарды тура солайынан біріктіріп аласыздар. Міне осы сияқты. Қазір мен алып көшіре салайын мына жерге, мынаны өшіріп тастайын міне. Біреу, үшеу керек, иә, міне. Алар өшіре саламын қазір мен. Міне, біреу, екеу, үшеу дайын бізде. Қиғашынан, және тура осы сияқты мына екеуін біріктіреміз. Бұл екеуінің енді ұзындықтары бірдей, сондықтан қосу қиын болмайды. Дегенмен мына жерге мән беру керек. Ең бірінші мына тұрған бұрышы бізге сәйкес келу керек. Осы жерді беттестіреміз де, мына жақтарға келіп қосып шығамыз. Міне қосып шықтық. Осылай бізде міне 2 бөлік пайда болды. 4, 2, 3, 4, 5 бөлік пайда болды. Енді осы 5 бөлікті бір-біріне біріктіреміз. Ең бірінші мына мен мынаны қосып шығамыз. Қосқан кезде де бізде мынау бір-бірлері стектейміз ғой, бір-бірінен сәйкескен жерлер міне бұрыштардың. Осы жерлер өте идеально бір-біріне сәйкес келу керек. Ең бірінші тіккен кезде осы жерден бастап тіксеңіздер болады. Бір-біріне беттестіріп аласыздар. Мына жаққа бір жүріп, мына жаққа бір жүріп тіксеңіздер де бастапқыда шатаспайсыздар. Солай істеуге өте жеңіл болады. Сол кезде бізде мынау бұрышы төрт бұрышты тоғысқан бұрышы өте бір-ақ нүктеде төртеуі, төрт сызық бір-ақ нүктеде бірігу керек. Сол кезде өте әдемі шығады. Бұл өте маңызды нәрсе. Көп тігуді енді үйреніп жатқан кісілер осы жерден қателік жібереді, көрпе әдемі болмай шығады, қисық болып шығатыны содан болады. Міне осы бұрышты дәлдейміз да, осы төрт сызықты бір нүктеге әкеліп тоғыстырамыз. Міне дайын болды осы. Енді мына үшеуін жеке біріктіріп алуға былай әйтеуір біріктіре бересіздер. Ең бастысы бұл жерде міндет мынау төрт сызықты бір жерге әкеліп тоғыстыру керек. Осы идеально шықса, сіздерде көрпе өте дұрыс шығады. Міне біреу, екеуін үшеуін біріктіреміз. Мына жерде де міне тура солай. Ең бастысы мынау бұрыш. Осы ортасындағы бұрыш жақсы біріксе, сіздерде көрпе өте идеально шығады. Және де мына жерде де міне біріктіреміз. Қараңыздар, міне көрпенің сызбаның өзінде мысалы қисық кетіп қалса, әдемі шықпай қалады. Сондықтан сызбаның өзінде мен жақсылап тұрып бір-біріне сәйкестендіріп отырмын. Сәйкестендірдік. Міне барлығы бірікті деп есептейік. Барлығы бірікті. Бізде осы кезде мынау 40 см алған себебіміз бізде мынау бұрыштарға қазір тігісті жүргізген кезде осы бұрыштардың үстінен әкеліп жүргізу керекпіз. Рамғасы тіккен кезде. Мына бұрыш бар мінекей бізде, мына бұрыш бар, осы жерден әкеліп жүргізсек, бізде көрпеміз өте түзу болып шығады. Енді міне дайын, енді бізге рамкамызды әкелу керек. Рамканы қосу үшін бізде ең бірінші көрпеміздің ұзындығын есептеп аламыз. Мына жерде 2 метр болып тұр енді жобамен. Тура соған дәлдеп рамкамызды 3 метр қиған рамкамызды мысалы дәлдеп қиямыз да 2-ге бөліп. Иә. Жоғарғы бағытты қойып қояйық. Енді осы жерге біріктіріп тігеміз. Рамкамызды мән беріп қарасаңыздар, міне мен негізінде шекті былай тұр, иә, осылай қоса салуыма болушы еді, бірақ мен былай қосып жатқан жоқпын. Өйткені біздің тігісіміз мына жерден кету керек. Тура осы бұрыштан кетсе, ар жағынан тігісі көрініп тұрады ғой матаның. Сол жерден тігісті өткенге сол жерден өтсеңіздер, өте түзу болып шығады бізде көрпеміз. Мына жерлерімізді біріктіріп қояйық. Енді бұл сызба болғаннан кейін олай да былай жылжыта салу оңай, бірақ та практика жүзінде оның барлығы сіздер ескеріп кетулеріңіз керек болады. Міне екінші жақ рамкасын жалғаймыз. Ең бірінші ұзын жақтарын жалғап аламыз. Тура бұрыштарына тура келтіреміз. Енді бізге екі шетіндегі рамкасы керек. Екі шетіндегі рамканы аламыз, соларды жалғаймыз. Бұл бізде жалпы мынаның ұзындығы қанша болады? Сонша қалдырып аламыз. 80 болса 80, 75 болса 75 деген сияқты. Ол енді әркімнің тігісіне қарай әртүрлі шығуы мүмкін. Оны практика жүзінде белгілі болады. Мінекей дәлдеп алдық, мысалы ұзындығын, иә. Енді бұны тіккенде де қараңыздар, бізде мына жер артып қалып тұр, иә, міне. Тура осы бұрышқа әкеп тігуіміз керек тігісті. Жоғары планға шығарып қояйық.
Дұрыс болды. Қатты мына бұрышты жеп те тастамауымыз керек. Және де қатты шығып кетпеуіміз керек, арасын ашып. Тура міне тігісті тіккенде машинкамен жүргенде тура осы бұрыштан өтсеңіздер, мына жермен көріп тұрсыздар ма нүктені? Осы жерге әкеліп тіксеңіздер рамканы, сіздердің көрпелеріңіз идеально шықты деп есептей беріңіздер. Жалпы көрпенің сырт көрінісіне, оның сапасына, сатылу бағасына, соның барлығына осы тіккен тігістеріңіз әсер етеді. Көбісі ойлайды, матасы бір, тігіп атқанның оюы бір, оның не айырмашылығы бар дегенде, міне ең бастысы осы айырмашылық. Біреулер мән береді осы бұрыштардың барлығына, ал біреулер мән бермей қалай болса солай тіге береді. Міне бізде көрпеміз дайын деп есептесек болады. Енді алла қаласа тура осы сызба бойынша қалай түсіндірдім, тура сол ретпен практика жүзінде іске асырамыз. Жақсы, бүгінше осы. Сау болыңыздар, келесі эфирде жүздескенше.